Құрметті халайық, жақсы жаңалық. Тоқаевтың тапсырмасымен енді билік іске кірісті. Өйткені осы кезге дейін халықтың әл-ауқатын көтеруге тапсырма бергенімен, үкіметтің бұл тапсырманы дұрыс орындамағанын билік те жақсы біліп отыр. Депутаттар қаншама рет айтқанымен, енді Тоқаевтың айтуына тура келген сияқты бұл мәселені. Енді 16 қазаннан бастап, елдегі инфляцияны жаңағы тоқтатуға байланысты, азайтуға байланысты, сонымен қатар жұмыссыздық, кедейлік елдің, халықтың кедейлігін, ипотека дейсіздер ме, неше түрлі мына коммуналдық төлемдердің бағасы енді өспейтін болды белгілі бір уақытқа дейін. Осыған Тоқаевтың өзі тапсырма берді. Бұл хабарды енді қазір сіздерге тізбелеп тұрып айтып беретін боламын. 16 қазаннан бастап елде инфляцияны ауыздықтап, халық пен бизнесті қолдауға бағытталған шаралар іске қосылған. Нақтылап айтатын болсақ, инфляциялық жағдай тұрақталғанша ай 92 маркалы бензин мен дизель бағасы қымбаттамайды. Сонымен қатар 2026 жылдың бірінші тоқсаны аяқталғанша коммуналдық қызмет тарифтерінің де өсуіне жол берілмейді. Тарифті тұрақтандыру коммуналдық саладағы шығындарды оңтайландыру есебінен жүзеге асатын көрінеді. Сонымен қатар шағын және орта бизнесті қолдау мақсатында жаңа бастамалар қолға алынып жатыр. Мысалы айтатын болсақ, 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап микро және шағын кәсіпкерлік субъектілеріне салық тексеруі, камералдық бақылау және келісімшарттарға қатысты сот талаптары тоқтатылады. Бұдан басқа айтатын болсақ, жеңілдетілген салық режиміндегі 44 қызмет түрінен басқа барлық сала бойынша шектеулер алынып тасталатын көрінеді. Және арзан ипотека көлемі 2 есе ұлғайып 500 миллиард теңгеге жетеді. Сонымен қатар тұрғын үй құрылысында наурыз жұмыскер және әскери қызметкерлерге арналған әскери баспана бағдарламалары да кеңейтіледі. Құрылыс компанияларымен 3 жылдық баға тұрақтылығын қамтитын оффтейк келісімдер жасалады. Сонымен қатар автокөлік сатып алуға арналған жеңілдетілген несие жалғасатын болады. Жеке тұлғаларға автокөлік лизингі енгізіледі. Сонымен қатар Бәйтерек холдингі кәсіпкерлікті қолдаудың қосымша тетіктерін де әзірлейді. Сонымен қатар Тоқаев үкіметке апта соңына дейін қазіргі экономикалық реформаның кем-кетігін түзету жоспарында әзірлеуді тапсырған болатын. Билік расында да елдегі халықтың жағдайының қаншалықты нашарлап кеткенін енді түсіне бастаған сияқты. Өйткені қазіргі кезде сонау үлкен зәулім үйлерді былай қойғанда халық қарапайым 2-3 мың теңгенің нәрсесін кредитке алатын жағдайға жетті. Елдегі кедейлік өсіп бара жатыр. Жұмыссыздықты айтпаса да түсінікті. Қаншама халқымыз өз елінде жұмыс таппай, шетелде клубника теруге мәжбүр болғанда жасыратын жай емес. Енді билік бұндай шараларды шында да жүзеге асырмайтын болса, онда бұл үлкен халықтың наразылығына ұласып кетуі мүмкін. Тоқаев та бұны түсіне бастаған сияқты. Енді билік нақты Тоқаев үкіметке тапсырма беріп отыр. Енді үкімет бұл тапсырманы орындай ма, әлде орындай алмай Мамин сияқты биліктен кете ма, ол жағын уақыты келгенде өздеріңіз бақылайтын боласыздар.